Сәлем көрермендер, бүгін сіздермен хреннің пайдасы және зияны туралы танысқалы отырмыз. Каналымызды әрі қарай дамыту үшін лайк басып, подписация етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өткен видеомда хренді қалай қолдану жолдары туралы айтып өткен болатынмын. Енді көрермендердің сұрақтары бойынша хрен жапырағы және тамырын қолдану туралы видеомды жалғастырғалы отырмын. Хрен барлық жер үйлердің бақшасында өседі. Оның жапырағы және тамыры пайдалы болып есептеледі. Хрен витаминдерге бай. В, Е, С, А, аскорбин қышқылы, майлар, минералдар, углевод, азот, аминокислоталар, магний, калий, натрий, фосфордан тұрады. Хрен өкпе аурулары, бронхит, жөтел, өкпе қабынуы, вирустық ауруларға, иммундық жүйесі нашар адамдарға, буын аурулары, остеохондроз ауруларына көмектеседі. Ер адамдардың урологиялық ауруларына, әйел қыздардың етеккір кезінде ауырсынуына оны жеңілдетеді. Шаш түсуі, тырнақ, тері, артық салмақтан арылу үшін көмектеседі. Метаболизмді ретке келтіреді. Токсиндерді сыртқа шығарады. Бұлшық ет ауруларын жеңілдетеді. Енді бүгінгі тақырыбымызда хренді кімдерге қолдануға болмайды. Асқазан аурулары бар адамдар, бауыр ауруы бар адамдар, өт аурулары, гастрит, екі қабат, емізулі әйелдерге және кішкентай балаларға қолдануға болмайды. Бүгінгі видеомда иммунитеті нашар адамдар, вирус ауруларға шалдыққан адамдарға бронхит, жөтел кезінде қолданатын рецептпен бөліскелі отырмын. Оған 100 грамм хрен тамырын майдалап турап, немесе блендерден өткізіп, бір лимонды қабығымен өткіземіз, оны жақсылап жуып аламыз. Оның үстіне 100 грамм бал қосып араластырамыз. Міне хрен тамырын теркіден өткізіп алдым. Майдалап өткіздім оны. Енді лимонды, жақсылап жуып алған лимонымызды майдалап турап, блендерден өткіземін. Енді майдалап теркіден өткізген хреннің тамырын лимонға қосып, екеуін араластырамыз. Міне араластырып алдым. Енді оны тарелкаға салып, үстіне 100 грамм бал қосып араластырамын. Егер де балды
ұнатпайтын болсаңыздар, өздеріңіздің қалауыңызша қосасыздар. Егер тәттіні ұнататын болсаңыздар, онда кішкене көбірек қоссаңыздар болады. Міне осылайынша бәрін араластырып алдым. Енді оны шыны ыдысқа салып, холодильникке қоямыз. Әр күні жылы сумен 2 рет жарты ас қасықтан ішіп отыру керек. Енді екінші видеомыз өткен видеода көрсеткен хрен жапырағынан настойка жасаймыз. Бұл настойканы көрермендердің сұрақтары бойынша түсіріп отырмын. Енді осылайынша жапырағын хреннің майдалап турап аламын. Оны шыны ыдысқа саламыз. Сөйтіп үстіне 50 грамм спирт құйдым. 100 грамм құйсаңыздар да болады. Мен мына жерде 50 грамм спирт құйдым. Енді үстіне 100 грамм су араластырамыз. Міне осылайынша қақпағын жауып, 2 аптаға холодильникке қоямыз. Міне 2 апта болды, холодильниктен алдым. Енді оны қалай компресс жасау керектігі туралы көрсетемін. Ватный тампонды спиртке малып алдым. Енді оны сол ауыратын буынға қойып, жылы етіп таңып тастаймыз. Қай жеріңіз ауыратын болса, сол жерге жасау керек. Және де көкірек тұсына, арқаға осы настойканы жағып, жылы күйінде кеште немесе ұйықтар алдында жылы көрпе жамылып жатса болады, суықты алады. Мұны буын ауыратын адамдар, тізесі ауыратындар, остеохондроз ауруларына қолданса болады. Және де түс ауруы, ауыз қуысында ауруларға да ол көмектеседі. Кішкене суға, жылы суға араластырып, ауызды шайса болады. Халық емі болғандықтан, осы ем шараны 7 немесе 10 күн бойы жасау керек. Ауру ұзақ уақыт емделеді. Алдағы уақытта осы видео сияқты пайдалы видеоларды салатын болатынмын. Осы видеоларды жіберіп алмау үшін подписация етіп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Қолдап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды.